Қазақ қыздары бұрын қара киім киген бе? Сіз парақшамызға жазылыңыз, ал біз толығырақ айта кетеміз. Қазақстан Республикасының президентінің ұлттық құрылтайдағы мәлімдемесі бойынша, басқа жұрт қазақты киіммен танитын болуы керек. Ел ішінде қара киініп, тұмшаланып жүретін адамдар пайда болғаны баршамызға мәлім. Олар бөтен емес, өз азаматтарымыз. Халқымыздың дүниетанымында қара киініп жүру деген атымен болмаған. Бұл еліктеушіліктен, әсіресе діншіліктен туған үрдіс. Біз салт-дәстүрімізден ажырамауымыз керек. Дін маманы Нұрлан Байжігітұлы қара киіну сәнін қазақ қыздарының Пәкістан, Сауд Арабия және басқа да мұсылман елдерінде білім алуымен байланыстырады. Кезінде қазақтар қара киімді жоқтауда ғана киген. Байжігітұлы мен этнограф тарихшы Ернур Рахимовтың пікірлері келісіп тұр. Олардың айтуынша, никап қазақ халқына тән емес. Дәстүр бойынша қазақ әйелдері тұрмысқа шыққанға дейін шаштарын өріп, тақия таққан, ал ақ орамал тойдан кейін ғана болған. Одан кейін сәукеле, ұзату тойдың бас киімі. Тұрмысқа шыққан әйел шашын орамалмен жауып, тек күйеуінің көзінше шешкен.